Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Екінші бөлімге келдік. Ал бастайық. Көрсетілген қай белгі әрекет ету аймағында тек жол көлік оқиғаларының алдын алу үшін дыбыстық сигнал беруге рұқсат етіледі дейді. Ал мұнда 1 мен 3 деп санаймын, себебі бұл екі белгіде дыбыстық сигналды беруге тыйым салынады, тек соқтығысты алдын алу үшін ғана басуымызға болады. Сонымен жауабы 1 мен 3. Көлік құралдарының жүргізушілері бір уақыт жолақы ауыстыратын болса, қандай кезектілікте орындайды дейді. Сонда қандай кезекпен өтеді? Жеңіл көлік және мотоцикл екеуі де бұрылыс жағын қосты, бірақ жеңіл көлікке мотоцикл оң жағынан болып келеді. Оң жақтағы көлік басымды болады. Сондықтан мотоцикл деп жауап береміз. Бұл жағдайда жеңіл автокөлік жүргізуші басып оза алады ма дейді. Мұнда жауабы жоқ, себебі жүк көлік озғалы жатыр. Сіз озған кезде алдыңыз емес, және де бүйірлі айнадан артыңызға қарау керексіз. Жауабы жоқ. Егер де бір көлікке екеулеріңіз де қоссаңыз, сонда қызыл көлік басымды болып өтеді. Көлік құралының жүргізушісіне осындай маневр рұқсат етілген бе? Бұл жерде тыйым салынады, әрине. Қандай траекториямен сізге бұрылуға рұқсат етілген? А ма, Б ма дейді. Б-да бізде маршруттық көлік құралдарының жолағы, сондықтан біз жауабымыз А болады. Егер бағдаршамның жасыл сигналы жанса, ал жаяу жүргіншілер өткелінде адамдар жүріп жатса, жүргізуші тиісті әрекеті. Ол тосады. Жаяу жүргіншілер өз іс әрекетін толықтай аяқтап өтеді, содан кейін барып көлік жүреді. Жауабы С болады міне. Қай көлік құралын басқару кезінде тік жүруге тыйым салынады? Суретке қараймыз, мұнда белгі орнатылған. Бұл белгіде қозғалтқыш күші бар көліктерге тыйым салынады жүруге. Ол бізде жеңіл көлік, жүк көлік және мотоциклда қозғалтқыш күштері бар. Сондықтан жауабымыз барлық көлік құралдарына жүруге тыйым салынады. Белгіленген бағыт бойынша қозғалыс келе жатқан жүргізушінің қайсы қағидаларды бұзды дейді. Әрине бізде ақ көлік бұзды, себебі оның жолағы бойынша ол солға бұрылу керек еді. Мотоцикл жүргізушісі осы маневрді орындап ережелерді бұзды ма дейді. Әрине бұзды. Мұндай жол таңбасы қос тұтастыр, соны кесіп өтуге тыйым салынады, сондықтан жауабымыз Б болды. Жолды таңбалауды кесіп өту бұзды. Берілген белгі көлік құралдарының қайсысына жүруге тыйым салынады? Бұл белгіде салмағы 3,5 тоннадан жоғары көліктерге тыйым салынады. Егер де сіздің көліктің салмағы 3,5 тоннадан төмен болса, онда жүруіңізге болады. Сондықтан жауап мұнда асатын жүк көліктеріне. Бұл жағдайда жеңіл автокөлік жүргізуші міндетті. Ол не істейді? Ол жылдамдығын азайтады және қажет болған жағдайда тоқтауға және балаларды тобын өткізу жіберуге. Жауабымыз А болады. Кең түрдегі үзік таңбалау сызығы нені білдіреді? Ол бізде орыс тілінде айтқанда полоса разгона, либо торможение дейді. Екпінді жүру жолағын немесе тежеу жолағы білдіреді. Жауабы С. Жеңіл автокөлік жүргізушісі қиылыста қай бағытта қозғалыс жалғастыру мүмкін? Бұл жерде ақпарат береді, сіз бір жақты жүріс жолына шығу. Ең бастысы сіздер оңға бұрыла аласыздар, тура бағытта жүресіз және кері бұрыла аласыздар. Мұнда солға жүрсеңіз қарама-қарсы бағытқа шығасыз, сондықтан тыйым салынады. Жауабымыз тура оңға және бұрылуға. Осы тәсілмен балаларды тасымалдауға бола ма дейді. Әрине тыйым салынады. Қандай белгілердің әрекеттері
тірек қимыл аппараты қосылған жүргізушілер басқаратын көлік құралдарының қолданылмайды дейді. Ол бізде осы үш белгі болып келеді: тоқтап тұруға тыйым салынады, тақ сандары бойынша және жұп сандары бойынша. Бұл белгілерде кімде мүгедек деген таңба болса, көліктің артына ол белгілерге бағынбайды. Сондықтан жауабы С. Қай көлік жүргізушісі солға бұрылып қағидаларды бұзды дейді. Онда сурет бойынша қарасақ, жүк көлік бірінші жолаққа түсті, жеңіл көлік екінші жолаққа түсті. Ол негізі бірінші жолаққа түсу керек еді. Бұл жолақтан солға немесе кері бұрылады қарама-қарсы көлік. Сондықтан жеңіл көлік қана бізде бұзды жол жүріс қағидасын. Осы жол белгісі нені білдіреді? Ол ескерту белгісі бізде тегіс емес жолды. Құрметті оқырмандар, менің парақшама тіркеліңіздер және лайкты басыңыздар, комментарий жазыңыздар.